Бұл қандай номер? 463. Достар, бізде Аякош 463 екен. Қыздар өздері ойнап отқан ғой. Сина минибі. Неге атасың мен қызымды? Неге атасың? Апа, маған вообще қойсай. Достар, оншы мен видео не үшін тастадым? Мен сендерге тапсырмам бар. Пистолетті орнына қой. Атпа. Бізді атпа. Достар, жәрдем етіңдер. Тастасай. Таста. Ойын шарты мынандай. Пол это лава. Достар, пол это лава ойнаймыз. Тез диван үстіне шығыңдар. Алихан, салим. Енді ойын шартын қараңдар былай. Сендер ақыры іштері пісіп жүрді, әр нәрсе ойнаймын. Давайте мен одан да осындай пол это лава ойнап, заодно видеоға түсіріп алам. Міне, пол лава, ештеңке дайындамаймын, өздерің табасыңдар. Еще бір затты екі рет. Жоқ, бір затты екі рет қолдануға болмайды. Например, жастықты бір рет қолданыңдар ма, екінші рет оны қолдана алмайсыңдар. Чтоб қиын болу үшін. Ең бірінші сендерге тапсырма. Мына жақтан мына бөлмеге жету керек. Мына жердің бәріне бір заттар қою керек. Ал давай, 1-2 ойын басталды. Достар, не істейді екен? Қалай қыздар мияққа дейін барады екен? Міне, ең оңай жолы жүгіріп бару керек екен, осылай түсіп. Алиханға бәрібір достар, ойынды екі қыз ойнайды. Ойыншықтың үстіне қойып барасыңдар ма? Давайте, ал достар. Аяқтары жерге тимеу керек. Неге? Мен саған көмектеспеймін. Лақтырма ойыншығын, жылайды ғой. Лақтырма деймін. Анеля, лақтырма. Болмайды лақтыруға. Қолыңа ұстап кел. Крутой жүрттің қыздары. Бұлай тұрсай деп қойды маған лақтырам деп. Міне достар, қыздар жолын тауып, мына бөлмеге бармақшы. Кәні достар, қыздарды қолдап отырайық. Лайк басып, комментарийға оттың суретін, оттың смайлігін жіберіп отырайық, достар. Босаңдаш, давайте. Аяна, Анеля, бол. 5-ке дейін санайым, уже жүруді бастауларын керек, ато сендер жүре беретін сияқтысыңдар. 1, 2, қойсан қой. 3, 4, 5, ал кеттік, жүру керек. Достар, 2 қыз. Ана бөлмеге жету керек. Бұлар пистолет, құрастырғыш, лего-ма, немене, өшін бәрін пайдаланып жатыр. Оларға ешқандай көмек жоқ. Ары қарай достар, олар лаваға құлап қалатын сияқты деп ана журналистер ұқса сөйлеп жатырмын ғой. Давай, біз сендерге сенеміз. Ары қарай не істейсіңдер? Ары қарай горшокты аласыңдар ма енді? Бір мен звондап атқан жоқсыңдар ма? Достар, видеоны жалғастырып жатырмыз. 2 қыз осы жерге тұрып тоқтап қалды. Ар жақта өтіп кетейін, мен өтіп кетейін. Так, қыздар қалай өтседен? Сен аяғын жерге тигізіп отқан жоқсың ба? Не бар? Доп бар екен ғой. Мынаны қайдан алдың? Достар, қыздар, молодец. Давай, бір-біріне көмектесіңдер, інілеріңе көмектесіңдер. Бұл лаваны басып жүре береді екен. Ой, молодец, достар. Қыздар осылайша келді, жүрген жолдарын сіздерге көрсетейін. Міне. Осылайнан келді. Бір затты 2 рет қолдануға болмайды десек, жастықты 2 рет қолданыпсыңдар ғой. Бұл 2 түрлі жастық деп алайық, жарайды сендерге. Кішкене жеңілдік берейін. Келесі тапсырма. Осы заттарды қолданбай, мына сабақ оқитын бөлмелеріңе қарай бару керек столдың үстіне. 1-2 кеттік, басталды. Достар, мән бермеңіздер, мешать етпесін деп жоғарға көтеріп қойдым. Не деп жатыр, достар, тыңдаймыз. Деп жатыр. Сен мені айтқандықтан бала бер. Не дедің? Жақта сүлгі үй жастықтан. Сен мен шашын айттың ғой. Құлағын айтсай, шашын айттым. Ал. Ай, сүлгіні жерге төсемеңдер. Мен оны жуып қойдым ғой. Өтініш. Сүлгіге тиіспеңдер. Достар, қыздар ары қарай жалғастырып, мына бөлмеге енді жету керек. Сүлгіні олар жерге тастап, еще киімді басып жатыр. Алысқа тастап жіберген жоқсыз ба, қарындас?
Бәрін басуға болмайды, оны сен жаңа кинеха келген затың. И сосын киімдерді басуға болмайды ғой. Сүлгіні де басуға болмайды. Ары қарай қалай барасыңдар ал? Мақұл, бәрін басып тастадыңдар. Мына тапочкаге достар, олар жете алмай жатыр. Оларға ешкім көмектеспейді. Қазір екеуі лаваға түсіп кететін сияқты, достар. Не, мен көрмегенмен камерада қанша адам көріп отыр ғой. Достар, олар жеңілетін сияқты. Достар. Ал. Аяна молодецке тапырсын. Не істейін деп жатыр, достар, қалай ойлайсыздар? Не істейін деп жатыр? Есікке өзін қысайын деп жатыр. Жоқ, 3 минуттық бере алмаймын. Сен жеңілдің, ойыннан шықтың. Мама! Күчік. Оу, ойыннан шықтың. Жоқ, ойыннан шықтың. Шамал төбелесіп алдық, андайлы шамал бізді қырып, жылап, ары анау дегендей. Сонымен бір мүмкіндік бердік, ал мақұл. Енді екеуі мына тапшыға жете алмай жатыр ғой. Негізі тапсырма қыздар, мына столдың үстіне міну керек қой. Оля, қалай шығып кеттің? Есікке мініп ал. Мәссаған, молодец. Ондай болмайды ғой. Тапшыға мініп алып, жүргенде. Мынандай қылып істеу керек, Аякуш, болмайды сенікі. Достар, екеуі заң бұза береді, ана қараңыздар. Болды, сау болыңдар, ал екеуің де лаваға түсіп кеттіңдер. Мен оған түскен жоқпын. Мен де. Аякуш, сен түсіп кеттің ғой? Жоқ. Қалай жоқ, қолыңмен, аяғыңмен, вообще баспен түсіп кеттің ғой лаваға. Бірақ сонда да бірдеңе жетті, енді аяқ қолдары күйіп бола. Сөйтіп олар күміс кнопкаға жетті, достар. Хотя әділетті болған жоқ. Екеу мынау жылап жеңді мені, мынау тиген жоқ деп жеңді. Хотя аяғда қолды тиіп тұр. Ойнамаймын сендермен, түсінбеймін. Сен ойынға видео жеткен жоқ. Ренжідім сендерге. Ал мақұл, осы жерден мына бөлмеге қайттан жетіңдер шал. Мыналардың ешқайсысын қолданбай. Күміс кнопканы басу жоқ. Еще мынандай істеп қойған ғой, бұлар мынандай қырқатын. Не даты? Қағаз. Ого-го Ого-го дегенді қырқуға. Айна қой жер. Достар, мынайға дейін жүретін бір көріп жіберейік. Қалай жететіндерін. Хотя екеуі бағана жеңілді. Но ойыннан шыққысы еп тұрған жоқ. Ойынды жалғастырғысы еп тұр. Тәте, мен блокнотымды баспай шығарсыз. Баспа. Анақта бүкіл затты алып алайын деп тұр ғой екеуі. Ал давай тездетіңдер. Сен солай тұра бересің ба? Достар, қыздар, мына бөлмеге жету керек. Мына заттарды пайдаланбау керек. Мен сүлгіні жерге тастап, қарашы бұларды. Бас қылдыңдар. Еще киімді жерге тастап, киімді басуға болмайды. Достар, олар үйдің бәрін шашты. Қазір үйдің бәрін жинайды. Алсырақ лақтыр кішкене. Былай тұр. Аха, кішкене алсырақ. Вообще болмайды ғой оны басуға. Жеңілді екеуі. Достар, көрдіңіздер ғой, дым-дұрыс ойнап. Енді мына болмайды ғой екінші рет басуға сендердің басқандар. Тұрса ол лавамен өртеніп кеткен ғой ол. Жоқ еш нәрсе есебінде. Алысқа лақтырдыңдар. Достар, біздің қысқасы достар, қыздар жеңіліп қалды, лаваға түсіп кетті. Келесі де мұз жеңетін шығар. Сау болыңыздар достар, сіздер жеңілдіңдер. Сау болыңыздар.